Мамандықпен таныштық, құрметті бауырлар. Мен бұл тренингтен өзіме көптеген дүниелер алдым. Мысалы айтатын болсақ, тарихи мәнмәтінге назар аударуға, және де мәдени мәнмәтінге назар аударуға, және Құдайдың әрбір сөзінің бір текке жазылмаған түсінуге үйрендім мен. Бұл тренинг мен үшін өте маңызды болды. Мен үшін бұл кітаппен жұмыс істеудің алғашқы сабағы болды деп айтуға болады. Бұған дейін мен кітапты кімге қалай ашылса, солай түсінуге болады деп есептейтін. Сол себепті біреудің талқылауыма ұнамаса, маған Құдай басқаша ашты ғой деп немқұрайлы қарайтын. Ал бұл тренинг маған басқа көзқарас берді. Мен түсіндім. Кітапты дұрыс түсіну үшін автор не айтқысы келгенін білуіміз керек екен. Яғни жай өзіме ұнаған мағынаны беріп қою емес. Сол жазбаны жазған автордың ойын түсіну, тарихи мәтінді білу және грамматиканы ескеру, бұл бәрі маңызды. Мен осы уағыздаушылар тренингіне қатысқаннан кейін өзіме сондай көптеген қажетті пайдалы білім алдым. Мысалға айтатын болсақ, кезінде мен сол кітапты, яғни жазбаны оқыған кезде, оны оқып, ол туралы көп ойланбайтын едім. Ендігі осы уағыздаушылар тренингін оқығаннан кейін сол мәтінмен қалай жұмыс жасау керек екенін, және сол мәтінмен жұмыс жасаудың көптеген құралдары бар екенін білдім және үйрендім. Мысалға айтатын болсақ, мәтінді оқығаннан кейін сол мәтінмен жұмыс жасау, яғни оны алдыңғы тарауымен, одан кейінгі тарауларымен бір-бірімен байланыстыру, жалпылай мысалы алыс мәтінге қарау, немесе жақын мәтінге қарау, және де сол мәтінге сұрақ қою, әртүрлі қызықты сұрақтар қою арқылы. Ең бастысы, осының арқасында менде батылдық пайда болды. Құдайдың сөзін бөлісуде. Мысалы, уағызға дайындықта, әйелмен бірге жазбаны қарауда, және жеке кітапты оқуында терең ойлануға ынта мен сенімділік келді. Біріншіден түсіндірмелі уағыз мені тәрбиеледі, яғни уақытымды дұрыс қолдануға және Құдайдың сөзіне үңілуге. Екіншіден, түсіндірмелі уағыз мені Құдайдың сөзін жүйелі түрде уағыздауға тәрбиеледі. Үшіншіден, Құдайдың сөзіне жауапкершілікпен қарауға үйретті. Практикалық жүзінде маған осы тренингтің көмектескені, Құдайдың сөзіне дайындалған кезде бастысы сол автордың негізгі ойын табуды. Ең бастысы, ең маңыздысы, біз сол киелі жазбадағы автордың, яғни Құдайдың бізге, яғни адамдарға не айтқысы келгенін біз дұрыс жеткізуіміз қажет. Басқа да ел бауырларға осы тренингті өтуге кеңес беремін. Себебі біз егер қарайтын болсақ, осы өмірде бір істің маманы болу үшін білім аламыз. Мүмкін 2-3 жыл оқуымыз мүмкін 4-5 жыл қажет ететін шығар. Бізге сол секілді Құдайдың сөзін, Құдайдың қызметінде қызмет ету үшін бізге де сол рухани білім қажет болады. Сол себепті жастармен, немесе жасөспірімдермен, немесе балалармен қызмет етіп жатқан ер бауырлар болса, сіздерге кеңес бергім келеді. Осы тренингті өтуге, өздеріңізге сол рухани білімдеріңізді жетілдіруге, сол себепті сіздерді шақырамын. Келіңіздер, сол тренингті оқыңыздар, бірге сол Құдайдың даңқы үшін қызмет етейік. Құрметті бауырлар, егер де сіздер осы тренингқа қатысқыларыңыз келсе, сіздер өкінбейсіздер, еш өкінбейсіздер. Өйткені бұл шынымен де Құдайдың батасы, біздің жерімізде, өз тілімізде, қазақ тілінде Құдайдың сөзін оқып зерттеуге арналған тренинг, және де сол барып оқыған кезде ерекше бір атмосферада Құдайдың сөзіне үңілесіздер. Басқа кедергілер болмайды. Сондықтан келіп, оқып, осы батаға ие болыңыздар. Және де қауымдағы тыңдаушыларға, өзіңіздің қауымыңызға үлкен жарылқау болатынына сенемін. Келіңіздер, оқыңыздар, аспан патшалығына бірге үлесімізді қосайық. Сол себепті барлық ер бауырларға осы тренингті өтуге шын жүректен кеңес беремін.
сонда өздеріне де, отбасыларына да, қауымға да рухани жол көрсететін мықты негіз бола аласыңдар.